Армысыз көрермен, эфирде бірге бір бағдарламасы. Студиямыздың қонағы белгілі ММА жауынгері, қазақ лақап атымен танылған ONE FC лигасының экс-чемпионы Қайрат Ахметов. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпет. Қош келдіңіз. Қош көрдік. 27 сәуір күні Астанада Алашбай 108 турнирінде жекпе-жегіңіз бар. Жалпы сізді көрермен көп күтті. Октагонда өзіңіз де сағынып қалған шығарсыз, өйткені 2 жылдай аса уақыт болды, сіз көрінбей кеттіңіз. Енді өзім де асыға күтудемін. Өйткені мен соңғы рет өз елімізде, жалпы Қазақстанда 2015 жылы соңғы рет шығыппын. Одан бері шетелде 10 жылдай өнер көрсетіппін. Содан бері мен де өз жанкүйерлерімді, жалпы Қазақстан халқын сағынып қаппын. Өзіміздің болельщиктарымыз дейміз ғой. Сол себептен арайда расымен де 2 жыл өтті. Соңғы жекпе-жегім ақш елінде Денвер қаласында 23 жыл өткен болатын. Мамыр айында, енді сонымен мамыр айы 2 жыл болыпты. Сонымен енді барымыз саламыз. Сонымен Қайрат мырза, 2 жыл қайда болдыңыз? 2 жыл қайда болмадым. Не істедіңіз? Айтыңызшы. Көптеген жаңағы жанұялық жағдайлар болды. Қандай? Енді қандай десек те, енді дүниеге 4-ші нәресте бау беріп болсын. Келді дегендей бір қуаныштар болды. Оның үстінде жаңа контрагыммен кішкене өкініш жағдайлар бар. Контрагыммен кішкене организациямен кішкене сөзге келмей қалдық. Содан кейін маған бой бермеді. ONE FC лигасы, ONE FC-дан, сол организациямен уақыт контрагым созылды. Одан кейін көптеген осындай бір күрделі сұрақтар болды. Енді сонымен қатар осы контрагымды аман-есен аяқтадым. Енді елге оралдым десе айтсақ та болады. Келісімшартқа оралсақ, қандай күрделі мәселелер болып еді? Шеше алдыңыздар ма? Енді бір ішкен құдыққа түкіруге болмайды демекші. Оны қазір бәрі талқылайтын болсақ, өзімнің ренжісім де бар жалпы. Ренжіңіз бар? Әрине бар. Олардікі де бар, менікі де бар. Енді соңғы кезі көп мен ұстақ қойды, бой бермей дегендей кішкене сондай сұрақтар болды. Бірақ та не дегенмен мен ешқашанда сол организацияға үлкен алғысым білдіремін. Қаншама жыл бойы сол жерде өнер көрсеттім, сол жақтың ветераны болдым, көзге түстім, ақша таптым деген сияқты. Енді әлі де маған сол промоушн қалсын деп жатыр организацияға. Бірақ мен өзім енді жаңағы айтып өттім ғой, ақшаның артынан жүре бермейміз. Енді кішкене өз халқыма, еліміздің алдында кішкене жасымда бұрынғыдай жас емес, соңғы 2-3 жылым бар деп ойлаймын. Сол себептен соңғы 2-3 жылымды осы елімде, осы СНГ аймағында кішкене өнер көрсетсем ба деген ойым бар. Яғни бұл лигадан толықтай кеттіңіз, иә? Толықтай кеттім, бірақ әлі де течение года мен оларға айтып отыруым керекпін. Қай жерде шығамын, қандай гонорарым бар. Одан кейін ол гонорарға сәйкес олар жоғары гонорарлар қояды деген сияқты мені бір сөзбен айтқанда арбап жатыр. Енді оны көре жатамыз, бірақ не дегенмен өзім ниетім қазір өз аймағымызда, өз елімде өнер көрсету. Ал жалпы ONE FC лигасында толықтай ашыла алмадым, аяқтай алмай қалған ісім бар деп ойламайсыз ба? Бар. Неге десеңіз, менің бір дегенім бар. Өйткені Дмитрий Джонсон деген әлемге әйгілі UFC-дің 11 дүркін чемпионы, ONE FC-дің чемпионы, Гран-придің чемпионы. Аңыз адаммен жекпе-жекке шығу керек болған. Бізде официально стердаун болды ақш елінде. Келесі первый номер менмін и претендент менмін деп. Содан келіскен болатынбыз. Содан кейін арада біраз уақыт өтті, күттік. Не дегенмен ол жекпе-жек болмады. Неге десеңіз, менің өз ойым, өз пікірім, организацияның өзі ол жекпе-жекті қаламады деп ойлаймын. Неге? Енді оны білмедім. Ол өйткені енді қалай айтсам болады. Ол организациядан сұрау керек болады, бірақ мен өзім білуімше Дмитрий Джонсонның өзі сол жекпе-жекті қаламаған сияқты. Сізден қорққан шығар? Жоқ, бұл спорттық біреуден қорқты, немесе қорқпады деп айтуға болмайды. Өйткені бұл жақтан бәрі шыққан бәрі жауынгер, қорқты деп айтуға болмайды. Бірақ не дегенмен, енді қандай әйгілі адам, мен бұған возможность бермеймін. Мені жаңағы жеңіп кеткен жағдайда жаңағы үлкен дәрежеге шығаруға деген сияқты бір нелер болған шығар. Енді сондай бір әттеген айым бар. Сол жекпе-жекке шықпай қалғаным бар. Соң организацияның өзі
сол жекпе-жекті қаламағаны бар. Менің өз пікірім, өз ойым, бірақ оны толықтай айта алмаймын. Енді бір сондай реніштерден кейін Қазақстандағы лигаларда өнер көрсетуді таңдап отырсыз ғой. Иә. Мысалы, Алаш Прайдтан бөлек тағы да бір отандық лигалар ұсыныс тастады ма? Мен әлі ешкімге жария қылған жоқпын. Міне бүгін бірінші интервьюм жария қылып отырғаным. Енді осы интервьюдан кейін көптеген промоушндар бар. Бәріміздің өз бауырларымыз ғой. Бәрін танимыз. Бір салада жүргеннен кейін енді жан-жақты болатын шығармыз. Басты себеп ол емес, иә? Отбасылық жағдайға байланысты да сіз елге келдіңіз. Елге келуге мәжбүр Жоқ, болдыңыз ба? елге келген мәжбүр болғанда мен былай қарап отырсаң, уақытсын жартысы елде және шетелде, Таиланд елінде болсын, біз енді спортшы болғаннан кейін жан-жақтымыз. Бір жерде ғана тұрмаймыз. Енді жанұям қазір Алматыда, өйткені бала-шағамның сабақтары бар, садиктері бар дегенде, енді Таиланд елінде тұрдық біраз уақытқа дейін, бірақ есің барда елің тап демекші, не дегенмен ол мен түсіндім, ары қарай олар сол жақта оқып, бәрі сөйтіп қалатын болса, сол жердің азаматы болып кетейін деп тұр. Өзім де одан қорқақтадым, өйткені шетелде тұрған жақсы шығар, енді бірақ тіл ұмытасың. Бала тәрбиесі. Иә, қиын әрине. Сол себептен елге қайтып келуімізді мәжбүр болдық. Енді Алаш Прайд турнирі туралы айтайық. Сіздің қарсыласыңыз өте мықты Олимпиада чемпионы. Қандай тактика дайындап жатырсыз оған? Енді Генри Сихуда деген аңыз адам. Жаңағы өзім 3 спортшы ғана бар. Мен соларды кәдімгі құрметтейтін. Басқа спортшылар көп қой жалпы. UFC чемпионы не бар, дүркін чемпиондары жүр. Бірақ соны жаңағы ең бірінші сол жаңағы айтып өткендей Дмитрий Джонс, могучий мышонок деп, оны қатты сыйлаймын спортшы ретінде, адам ретінде. Одан кейін жаңағы өзіңіз айтып отқандай Генри Сихуда, Олимпиада чемпионы және 2 салмақтың UFC-дің чемпионы. Енді ол аңыз адам. Бұл спортта любительский спорттан да Олимпиада чемпионы и және кәсіпкей спортта да чемпион болу, ол мүмкін емес зат деп ойлаймын, өйткені бұл жалғыз спортшы сондай. Аңыз қарсылас, енді аңыз адам. Сол себептен соны өте сыйлаймын. Одан кейін үшінші сол жарайды Джон Джонс деп айтып отырмыз. Енді тактика. Қазір енді бір қатты бір тактика көңіл бөліп жатқан жоқпын, өйткені дайындық үстіндемін. Өзім кішкене аз уақыттың арасында ғана бұл грэпплинг матчын білген болатын. Өзімде сөздің ашығы бір қатты дайынмын деп айта алмаймын. Мәз саған ондай мықты қарсыласқа қалай дайындалмадыңыз? Жоқ, енді барымыз саламыз. Ол барымыз саламыз. Кішкене үзіліс болып қалды, 1,5 айдай. Жаңағы осы күрестің алдында 1,5 ай бір жарақатқа байланысты. Бірақ не дегенмен енді қазір бабымда деп ойлаймын, бірақ 100% дайын шықпасақ та бір баппен шығамыз. Әрбір жеңісіңізден кейін қара жорға билейтін едіңіз ғой. Осы жолы қара жорғаны көреміз ба? Енді білмедім, мен кішкене жастықтан кішкене жастай биледік. Енді не ол жаңа популяризация ретінде көрдім. Одан кейін жаңағы өзім салт дәстүрімізді әлемге танытайық дегендер болды. Қазір енді жасымда келіп қалды. Қалай болады, ел қалай түсінеді екен білмейміз, бірақ көре жатамыз. Әлі бұл сұраққа толықтай жауап бере алмаймын, өйткені қара жорға биінде ұмытып қалған шығармыз қалай билеуін. Соңғы жекпе-жегімде осы сол UFC-дің чемпионы болған кезде қара жорға билегенім бар, одан кейін шамамен билеген жоқ екен. Яғни билемейсіз ба? Енді бір енді Генри Сихуданы ұтып жатсам, Алла қаласа. Күтеміз. Құрметті көрермен, эфирде жарнама. Бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Эфирде бірге бір бағдарламасы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайрат мырза, сіз Алаш Прайд арқылы танылдыңыз деуге болады. Бұл лига сізге несімен ыстық? Біз осы Алаш Прайдтан бастаған спортшылармыз, және де менімен қатар талай осы қазіргі уақытта кәсіпкер спортта аралас жекпе-жекте жүрген талай азаматтар бар ғой қазір. Популяризация осы Алаш Прайд берді. Ол один из лидирующих первых организаций. Оған дейін ешқандай промоушн болмаған Алаш Прайдты үлкен дәрежедегі. Содан кейін осы Алаш Прайд жаңағы промоушны және содан бастаған бұл осы спорттың пионерлері деп білеміз. Одан кейін осы қарқынды қатты танымал болып, содан кейін талай спортшылар
жаңағы спортшы боламыз, аралас жекпе-жекке келген талай спортшылар бар. Сол себептен Алаш Прайдтың Қазақстанда аңызы бар өзінің. Міне бүгінде 15 жылдық тарихы бар. 15 жыл тарихы бар, иә. Сіз қалай келдіңіз? Есіңізде бар ма? Әрине бар. Біз жаңағы спортты енді бастап жатқан, жаңа Қуат деген досым бар, Қуат Найман Хамитов бауырымыз, екеуміз класстаспыз, екеуміз көршіміз, екеуміз бала доспыз. Екеуміз грек-рим күресімен айналысатынбыз. Сол уақытта жаңағы енді жекпе-жектен енді шығып жүрген кезде Асхат Ерболатов деген кісі, содан кейін Данияр Қасқарауов ағамыз осы команданы ашайық. Қазір жаңағы популяризация жоқ бізде, жаңағы бір осы спортты дамытайық. Өйткені популяризациясы жаңағы UFC болып жатты, үлкен Bellator деген үлкен промоушендар болып жатты. Сол кезде бізден аралас жекпе-жекте спортшылар жоқ екен. Сол кезде бұлар өздерінің инициативасын білдіріп, Қазақстанда үлкен осындай жауынгерлер шығарамыз деп бастаған болатын. Бірақ ешқандай алдында ешкім мақсаты болған жоқ. Қалай болады екен? Жай ғана спортшы ретінде біз жекпе-жекке шығып жүрдік. Одан кейін жаңағы команда ашылды, талай қаражат бөлінді. Содан кейін осы 10 спортшыдан басталды ғой. Оны аттарын айтып өтетін болсақ, жаңағы Аслан Тоқтарбаев, Ержан Естанов, Қуат Хамитов, Төлеген Ақылбеков деген жігіттер, тағы да бірнеше жігіттердің осылай басталды. Содан кейін осылай қазіргі уақытта Құдайға шүкір жастарымыз көп. Мен үйленген кезде, жанұя құрған кезде, мен спортшы болғандықтан мен үйлене тұра жанұямнан бөлек тұрдым. Жанұям, жаңағы жолдасым, әке-шешеммен бірге тұрды. Содан кейін мен Қуат, жаңа командастарымыз бар, 10 адам, аптасына бір-ақ рет баратын үйге, қонақ ретінде. Содан кейін Қуат сол кезде айтатын, қайтесің сен жаңағы үйге барып. Мен айтамын, үйге барма деймін. Үйге барма, жүр қыдырайық дейді. Суббота, воскресенье ғана бізде демалыс қой, барып жүрейік, жаспыз ғой деген сияқты. Мен айтамын, сен неге үйленесің дейді маған. Ренжиді. Қайда шақырады сонда? Енді қай жаққа шақырады? Енді бірге болайық дегені ғой. Анда-мында білмеймін, қай жаққа шақырса да әйтеуір. Мен айтам, мен жаңа ғана семья құрдым. Енді Қуат, енді кішкене ол жағын тамамдаймын деп жаңағы нетіп жатырмын ғой. Қыдырша. Иә, мені жаңағыда қызғанып. Сізді Қуат Хамитов әйеліңізден қызғанды ма? Енді бірге талай жылдан бері бірге жүрміз, бала кезде доспыз. Ешқандай не жоқ бізде жаңағы. Қайда барам, қайда кетем, қайда барамыз деген сұрақтар туындамайтын ғой. Қазіргі уақытта сондай сұрақтар туындағаннан кейін енді кішкене ответственность бар менде. Дүниеге қызым келді деген сияқты. Содан соның біраз жылға дейін жүрді ол. Ренжіп жүрді, иә. Ренжіп жүрді десек те болады. Бірақ келе үйренді. Сіз енді досыңызға айтқан жоқсыз ба? Үйлен деп кеңес берген жоқсыз ба? Әлімгүйден айтамыз қазір. Әлімгүйдің жасы 40-қа келді. Бұйдақ болып жүруінің себебі неде болып тұр сонда ол кісінің? Енді себебі интернеттерді жаясында айтып жатыр ғой көптеген. Енді оны біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Енді талабы, мысалға бір қызға үйленуге өте көп сияқты Қуаттың. Мен айтам, сен көп талап нетпей, жаңағы сен бірінші ұнатып жүрген қызыңмен үйленіп ал, ары қарай өзі реттеледі деп. Короче, спросы көп бол, әркім мынау былай болады екен, мынау былай болады екен деп, жаңағы сол себептен әлі жүр. Енді осы эфирде айтайын, Қуат үйлен. Сіз тіпті кезінде Қуат Хамитовты сабап алған екенсіз. Рас па? Енді дос болдық қой енді. Екеуміз де кішігірім, қазір Қуаттың енді бойы өсіп, жаңағы денелі жігіт болып кетті ғой. Не дегенмен екеуміз бірдей болатынбыз. Бойымыз да бір салмақта күресетінбіз жаңағы. Сабадым деп айтпай-ақ қояйын, бірақ екеуміз көпте сөзге келмей қалатын болады, бір төбелесі болатынбыз. Содан кейін дос ретінде енді ары қарай ойынымызды жалғастырып жүре беретінбіз. Қазір жақсы араласасыздар, иә? Әрине. Керемет. Бізде спортшыларды кәсіпкерлер жағы қолдап жатады. Сіз мысалы жарты жылыңыз Қазақстанда, жарты жылыңыз Таиландта өтіп жатады екен. Енді ол да қаншама қыруар қаражатты қажет етеді ғой. Қолдайтын аға көкелеріңіз бар ма?
енді қазір мына жақта бір жылап қандай қолдамады, ешқандай қолдаушыларым жоқ. Өзімнің гонорарымнан жаңа организация ретінде гонорарым жаман емес болатын. Содан кейін ешқандай бір команда ашылған болатын, осы Арлан ММА Pro Team деп, осы 2 жылда жақсы жұмыс істедік. Сол кезде жақсы қаражаттар көмектескен болатын. Біз енді постоянность болмай тұр да, бірде бар, бірде жоқ. Енді Алаш Прайдта жүрген кезде қаражат жағынан көмектесіп жүрді. Мысалы, көлік сыйлап, пәтер сыйлап деген жағдайлар болды ма? Өкінішке орай болған жоқ, бірақ әлі де үмітімді үзбеймін. Қайрат мырза, сізге тіпті өтірік көлік сыйлағандар да көп екен. Сол туралы айтып беріңізші. Қалай сонда алдап кетті ма сізге көлік беремін деп? Бірнеше рет сондай жағдайлар болды. Түнгі бір уақытында мен есіме түсіп тұрғаны, бір жігіттер звондайды, сенің ауылдасымыз, жалпы осындай таныс адамдар айтады, сізге бір көлік сыйлайын деп едік деп. Мен енді ұйқылы ояу түсінбей қаламын, қуанам, жақсы болды екен деп. Сол көлік сол жерде атылды, сол жерде сол сөз қалды. Сондай оқиғалар, жағдайлар көп болған, өз басынан өткен. Сол себептен ештен кетпейді. Яғни шын қолдайтындарға қарағанда бір атыңызды пайдаланғысы келетіндер де көп деп табылады, иә? Болады, әрине. Енді жастықтан кішкене алданып қалған сәттер көп болды. Құрметті көрермен, бізде жарнама уақыты. Бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қайрат мырза, сіз жаңа сұхбат барысында айтып жатыр едіңіз, алдап кетті деп. Сабақ алдыңыз ба? Жоқ, алдап кетті десек те болмайтын шығар. Енді біреудің шын ниеті болған шығар. Енді содан кейін бір жағдайлармен өкінішке орай болмай қалған шығар деп. Сөйтіп нету керек. Біреу алдап кетті десек те қатты айтылған сөзі болады. Енді солай болып қалды. Сонымен күшті тышқан, яғни Джонсон сіздің соққыларыңызды көре алмай кетті, арманда кетті. Мен де арманда кеттім, ол да арманда кетті. Бірақ әлі де кім біледі, алдағы уақытта кім біледі, әлі де көрісіп қалуы мүмкін шығар. Мен жаңа грэпплинг матчынан болсын, өйткені ол қазір карьерасын аяқтады. Бірақ грэпплинг жаңа күрес жағын түрлерінен күреседі әлі де. Осы жағынан қуып бармадыңыз ба артынан? Қуа шаршадым оны. Ел күтті, халық күтті, кәдімгідей бәрі, соны екінің бірі көрген адам жаңа қашан жекпе-жек деп. Басында айттым, осы жақын арада болу керек, өйткені көптеген нелер болып жатты, жаңа переговор. Бірақ енді содан кейін шаршадым өзімде, күте шаршадым. Бірақ әлі де үмітімді үзбедім. Әлі де кім біледі алдағы уақытта. UFC чемпион болған кезде сізге болар-болмас гонорар берген екен. Неге өйтті? Аз-маз. Бірінші контрактым болғандықтан, мен ол кезде ақшаға, гонорарға қараған жоқпын, өйткені үлкен промоушнға ең бірінші өзіңді көрсету болды да бізге. Ақша жағын ешқандай ойда ештеме ондай болған жоқ. Одан кейін уже келесі контракттарымды жаңағы жақсы төледі. Мен де ол организациямен 3 контрактты өтеп бердім. Әлі де контракттарын беріп отыр, одан да жақсы ақша, бірақ енді көңілім бұрып тұрған жоқ. 2 жылдан кейін сіз чемпиондық атақтан айырылып қалдыңыз. Ол кезде сізді не мазалап жүреді? Енді не мазалап? Дұрыс дайын болмаған шығар, енді білмеймін, оны қазір одан кейін ұтылған сөзі көп демекші. Балаңыз сырқаттан Таиландқа кетуге енді ондайлар болды, сондай жағдайлар болды. Енді оны қазір айта бұл эфирде айтқыңыз келмей отыр ма? Айтқым келіп отырған жоқ. Енді сондай бір жағдайлар болды. Өз бабымда болған жоқпын сол күні. Жақсы дайындығым бәрі жақсы болған шығар. Сол өкінішке орай енді қолымыздан келмеді жеңуге. Денсаулығы қалай болды? Денсаулық ол кезеңде дұрыс болған жоқ. Одан кейін қазіргі уақытта бәрі жақсы. Бәрі нормально, бәрі жақсы. Оны айта берсең, қаза бересің демекші. Сол себептен қазіргі уақытта бәрі жақсы. Дайынмын, әлі 37-ге келсем де, әлі ынтам бар, әлі 40-қа дейін бір жақсы жекпе-жекті көрсетуге әлі қолымнан келеді деп сенемін. Оған бар жағынан соған талпынып жатырмыз енді. Өміріңіздегі ең бірінші бапкеріңіз ол сіздің әкеңіз?
Әкеңіз сіздің биік белестерді бағындыруыңызды армандады. Сол әкеңіздің арманын дәл қазір орындай аламын деп ойлайсыз ба? Енді әкем ол әркімнің әкесі бірінші бапкері, бірінші наставнигі ғой өмірде. Енді әкем жаңағы спорт салаға мен алып келді. Одан кейін бапкерлерім болды. Енді әкем, мен оны айта алмадым. Ол кісі кішкене ол жағынан тұйық. Енді ол спортты қойғаннан кейін өзінің бағасын беретін шығар. Әлемге дейін әлі спорт ретінде болғандықтан жақсы жаман деп ешқандай не айтқан емес. Ал өзіңізше көңіліңіз тола ма карьераңызға қарап? Оны жаңағы спортты нүктесін қойған кезде өзін бағалай алатын шығармын. Әлемге дейін Әлі бағалай алмайсыз. Өкініштер көп па? өкініштері бар, көп емес, бірақ бар. Нендей? Сол өзімде 30 жекпе-жектің ішінде 2 жеңілісім бар. Сол жеңілісімді жеңіліс деп сол күні сол жігіттерден жеңілетін адам емес едім деген бір өкініштерім бар. Сол кезде бір өзінің әттегенім бар. Оларды толықтай дайын болмадым ба, бірақ толықтай білемін мен, что оларды жеңе алатынымды. Сол себептен сондай бір өкініш бар. Солардан 2 жекпе-жегімді жеңілгенім. Сонда қолда бар титулдан қалай айырылып қалып отырсыз? 5 раундтық жекпе-жектен 3-те 2 раундымен жеңілдім. Сөйтіп айырылып қалып отырмын. Ол түсінікті ғой енді. Жалпы дегенім ғой. Енді қазір енді ол біраз жыл өтіп кетті, есімнен шығып кетті. Сол кезде бір нелер болды жаңағы. Полностью не восстановился. Спортшылар біледі, ол полностью не восстановился. Сол күні өз бабымда болмадым. Бір сөзбен айтқанда, жекпе-жек күні бұл спортта былай болады. Сен жаттығуда өз бабында болмауы мүмкін, бірақ сол күні сен өз бабында болуың керексің да. Менде жаттығу үстінде бәрі жақсы болды, сол күні сол бабында болмадым. Сол күні өз-өзімді көрсететін күні. Сол көрсете алмадым деген бір әттегенім бар. Әттегене бар. Ал енді сондай бір жеңгеннен кейін бір жеңіліске ұшырап қалған кезде не істемек керек? Кеңес айтыңызшы, қалай шығу керек? Енді өмір жалғасады, енді ешқандай түңіліп кетуге болмайды. Әрине қиын. Мен бірінші жекпе-жегімнен кейін, бірінші жеңілісімнен кейін өз-өзіңе көптеген сұрақтар болады. Содан кейін әрқашан бір оправдание іздеп жүресің. Неге, қалай де. Содан кейін неге кештіңіз сол кезде? Нендей күй кештіңіз? Енді өзіңде біреуден вина іздеп жүресің да, жаңағы қасындағы жүрген адамдар жоқ болып кетті деп өз-өзіңе сұрақ қоясың жаңағы. Неге былай болды, неге былай деген өте сұрақтар көп, бірақ оған былайша айтқанда қалай айтсақ болады, бел бұрмау керек екен оған. Жеңіс, бұл спортта жүрген жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Сол себептен наоборот жаңағы бұны жеңілістен кейін өз-өзіңе сабақ алу керек. Неден жеңілдім, қандай глобальный причина болды деген сияқты. Содан сабақ алып білсең, келесі жекпе-жектерін сен жеңетін боласың, өсетін боласың. Сабақ алдыңыз, иә? Әрине. Ерте үйлендім деп жатырсыз ғой? Сол кездері сіз тіпті үйленгеніңізді жасырып жүрген екенсіз ғой? Біразға болды онда. Қазір жасырмайсыз ба? Жоқ, жасырмаймын. Неге жасырып жүрсіз? Ол кезде бір популяризация деген бір нелер болатын да, бір популяризация, жаңағы фан база, қыздардың фан базасы болсын деген сияқты. Кішкене жаспыз, сондай бір нелермен шығар деп өзім. Жанкүйер қыздардан айырылып қалам деп қорықтыңыз, иә? Мүмкін ол да бар, иә. Оны менің жолдасым жақсы білетін болатын, соған келісіп отыратын. Қазір енді азайып кеткен жоқ па? Азайды. Азайған шығар мүмкін. Енді бұл спортта, салада, бұл жекпе-жекте жалпы қазір азайсын азамат жанкүйерлер қыздар да өте көп қазір жалпы. Женский пол дейміз ба. Жақсы. Бала кездегі Қайрат өте қатыгез болған екен. Қазір қандайсыз? Қазір биязым деп ойлаймын. Жуаспын дейсіз ба? Жуаспын деп ойлаймын. Өйткені сол қатыгезім кейде ойлаймын, қайда кетті деп. Кейде енді қазір спортта ғана қолданамын сол қатыгездігімді жаңағы шаршалаңда, сегіз бұрышта, өмірде жоқ. Қазір өмірде биязы біреу артық сөйлеп жатса, сонымен конфликтовать етпеуге тырысамын. Сізді жұмсартқан не нәрсе сонда? Қандай өмірлік оқиға? Өмір енді білмеймін ғой. Қалай қатыгезден жұмсақ адамға айналып кеттіңіз деймін да? Енді бұл спорт деп ойлаймын. Спорттың өзі бұл жақта күнделікті жаттығу, күнде спаррингі бар. Сол эмоциямызды сол жаттығу кезінде
шығаратын боладым мүмкін содан шығар деп ойлаймын өзім. Енді және жас келе өзіңе ақыл деген сияқты ақыл кіреді, өзіңді ұстау білу керек, сол себептен өзіңе отчет беру. Бұрын кішкене хулиган болдық, жаңағы біреу жаман қараса оған жаңағы көтере алмай кетіп деген сияқты. Енді бала кезде, жас кезде болды. Енді қазіргі уақытта ол кейде сұрақ тұрып сол қатыгездігің кішкене қажет пе деп өмірде кейде. Аңсап жүрсіз ғой, сол мінез. Мінез, иә. Кейде қажет сияқты. Қазір айнаға қараған кезде өзіңізде не көресіз? 4 баланың әкесі, спортшы. Құдайға шүкір, әке-шешеміз аман, жұртымыз тыныш, еліміз аман деді. Қалай, не көремін? Чемпиондық мақсаттар ма? Чемпиондық мақсаттар әрине, амбициям бар, чемпион болу, үлкен жекпе-жектер өткізу, звездный бойлар өткізу. UFC-ге бару ойда жоқ па? Енді уақыт келіп қалған шығар оғанда. Кім біледі, әлі де жаңағы Данияр ағамыз айтып кетті ғой, осы жақын арада, осы жылдықта UFC-ді Қазақстанда өткізу. Сол турнирде көріп қалуларыңыз мүмкін, кім біледі. Сіз допинг дауына іліктіңіз. Сіз шынымен де допинг қабылдадыңыз ба? Не үшін қабылдадыңыз? Қалай болды? Бұл енді сұрақ қалай айтсақ болады. Нүктесін қойыңызшы. Нүктесін қоятын болсақ, бұл препарат, милдронат деген препарат бар. Оны әркім, әрқашанда кезекті өмірде ішілетін препарат. Таблеточный милдронат деген. Соны бір 2 жыл ішкенім бұрын бар да. Не үшін іштіңіз оны? Ол енді после жекпе-жектен кейін восстановление. Ол мені бұл официально врачпен мені консультировать етіп, осы препараттарды аласың жаңағы. Милдронатымен ойда түк жоқ. Бұл таблеточный изделие, допингтан ол инемен тығып жататындары бар. Онда болмағандықтан бұл допингке жатады деп ойламаймын мен. Бұл жүректік пайдасы бар, зияны жоқ. Енді сол себептен сондай дауға, оға дейін де допинг контрольдерін өтіп жүрдім ғой. Ешқандай да проблемалар болған жоқ. Сол себепті айтып жатқаным. Бұл именно жаңағы Дмитрий Джонсонмен болатын жекпе-жектің алдында тексерілген допинг контролі оға дейін ешқашан болмаған. Содан кейін сондай следы бұрынғы қабылдаған екен деп милдронаттың несі бар жаңағы следы бар деп сол жекпе-жекті өз ойым сол жекпе-жек болмау үшін істелген істеп. Аяқтан шалды дейсіз ғой, әдейі. Солай да айтсақ болатын шығар. Кімге керек болды сонда ол нәрсе? Енді бұл организация өйткені елдің бәрі талап етті ғой бұл жекпе-жекті. Организация өзім ойым, енді ол біреуге жала жабуға болмайды. Организацияның өзі солай бір бұл жекпе-жекті болмауына бір аяқ шалдық демесек те, болмауына бір себепші болды деп өзім ой пікірім. Кім біледі енді. Оны нақтылап айта алмайсың. Сізді дәл осы лига 2 жылда UFC-ге жақындатпады. UFC-ден 2014 жыл шақырту келген, алғашқы қазақ болып жүрер едіңіз ғой. Енді кішкене ол кезде жаңағы менеджерларымыз дамымаған, ол кезде кішкене асығыстық болып кетті. Мен UFC-ға ұсыныстар келіп жүрді, бірақ жақын арада қолхат алам сен, кішкене күт, 1-2 бой немесе жаса деп. Мен шамамен 1 жыл күттім да, содан кейін 1 жылдың ішінде шаршап кеттім да, One FC-мен контракт қол қойып кеттім. Неге сол кезде кішкене күткен жағдайда UFC-да болатын бедім. Бір мүмкіндікті жіберіп алдыңыз. Жіберіп алдым. Қасымда жақсы менеджерім болмады ол кезде. Өзім жаңағы менеджерский нелер өзім продвигать етіп жүрдім, және команда. Сол себептен кішкене асығыстық болды. Түсінікті. Сіз грек-рим күресінен ұлттық құрамада болдыңыз. Одан кейін жаңағы бәрінің арманы олимпиада ғой енді. Сол арманнан бас тартып ММА-ға ауысып кетіпсіз ғой. Жиі мақсаттардан былай ауысуға тура келіп жата ма сонда? Енді қаражатқа байланысты, енді біз жаңағы олимпиаданың мен өзім 1-ші номерлар болды. Мен сол Қазақстанның тройкасына кіргенмін. Жаңа қуаттында жаңағы мастер спортымыз, жалпы күресіміз жаман болған жоқ. Бірақ мен өзімді кім біледі енді? Әліге дейін бір әттеген бар, күресе беру керек еді ма деп жаңағы. Қазіргі мен Демир Жадыраев олимпиада. Сол екеуміз бір қатарласпыз, бірге күрескенбіз. Мүмкін кішкене күту керек еді ма деген. Сол уақытта өз-өзімді олимпиада
чемпионы боламау дегенді өзімді көрмедім. Мақсатқа деген адалдық, арманға деген адалдық болмады. Иә, ол кезде жаңағы өзімді көрмедім, өзімді қол жетімді емес сияқты болдым мен үшін. Содан кейін келе қазіргі уақытта осы 2 жылдықтың арасында көптеген өз-өзіме сұрақтар туындайды. Әлде күресу керек еді ма? Әлемге өзімнің қатарластарым әлемдік деңгейде олимпиада призерлары атанып жатыр, әлемдік деңгейде күресіп жатыр. Кішкене асығыстық болды ма деген сияқты. Бір енді әттеген-ай деп айтпай ақ қояйын, бірақ бір сұрақтар туындайды солай. Сіз күрескіңіз келді, бірақ ақша табу жолын таңдап кеттіңіз ғой? Ақша табу жолын таңдап кеттім, алайда жаңағы бала армандық болатын, UFC'ді бала кезімнен көретін, осы жекпе-жекке шықсам ба деген өзім бала арманым болады. Сол арманымды ары қарай қуалап кеттім десек те болады. Қазақ жауынгерлерінің қазіргі UFC-дегі әлеуеті қандай баға бере аласыз? Мысалы, сол Алмабаевтың соңғы жекпе-жегіне қатысты не айта аласыз? Енді Шафқаттан бастайық. Шафқат қазақтың туын жалпы жақсы көтеріп жүр. Алайда чемпион болады деген сенімдеміз, бүкіл халық сенеді. Сонымен Асыл бауырымыз өкінішке орай соңғы жекпе-жегін жеңіліп қалды, бірақ ештен кетпейді. Бұл спорт, әлі де ол рейтингта жақсы тұр. Қазіргі болатын жекпе-жегі ары қарай өзін продвигать етіп, чемпиондық, біздің жігіттердің чемпионы болуына қалай айтсам болады, болуына үлкен мүмкіндіктер бар әрқайсысында. Жаңа жақында Бекзат бауырымыз өтті. Жеңіске жетті. Асу деген, Азамат Мақсым деген бауырымыз бар. Бәрі жақсы өнер көрсетіп жүр. Бәрінің қолдарынан келеді, өздеріне егер жақсылап дайындық үстінде, жақсылап баптап, бәрінің қолынан келеді чемпион болуға. Қайрат мырза, сізді сатып кеткендер болған екен. Ал өзіңіз досқа адал бола алдыңыз ба? Бола алған шығарым деп ойлаймын, өзі басым. Кім біледі енді? Оны әркім аузына қақпақ боламайсың немесе. Енді адал болуға бұл өмірде ер азамат болғаннан ер азамат болу керек. Сол себептен адал болу керек, досыңа адал болу керек, жаныңа адал болу керек. Өзіңізді адал адамын деп есептейсіз ба? Есептеймін. Енді кім біледі? Өзімнің по ощущениям солай. Енді шетте ел не деп айтқан бұл жағын білмедім. Қоғамдағы қандай мәселелер Қайрат Ахметовті толғандырады дәл қазіргі күні? Политика жағы ма? Енді мен политикаға қатты кіре бермеймін. Оның өзінің айтатын адамдары бар. Мен қолдайтындарды қолдаймын. Жақсыны жақсы деймін, жаманды жаман дей аламын. Саясат емес, қандай да бір мәселе сіз толғандыратын шығар? Әлде бейжай қарап жүре бересіз ба? Жоқ, енді қазіргі уақытта осыдан 10 жыл бұрын мен қазіргі, бірінші мен сұрағым, Алматыда тұрғандығы бізде пробка. Өте көп пробка, сол Алматыдан кейде көшкім келіп кетеді, бірақ Алматыға жететін қала жоқ деп өзім білемін. Содан кейін камера. Сол не деген камера бізде? Алматы, Астананы көріп жатырмыз, камера. Сондай бір сұрақтар туындады. Неге соншама халықтан ақша алудың несі ма? Білмедім. Камерадан камера, пробкадан пробка, штрафтан штраф. Сол бірінші мәселе, соны білемін мен. Соларды тыңдап отқан үлкен кісілерімізге құлақтарын алтын сырға. Бірінші сол вопростардан бастау керек қой. Бәрі екінің бірі көлікте. Қазіргі жолда бір жұмыстан бір жұмысқа жету үшін Алматыда жарты күнің өтеді. Ал сіз көлік жүргізесіз, жиі айыппұл арқалайсыз ба сонда? Болады, иә. Енді жаңағы арнайы әдейі емес, бірақ енді солай мәжбүрленеді, камера невозможно. Бірақ сізге жеңілдік жасайтын шығар, танып кішкене. Жоқ, енді жол үстінде жеңілдіктер жасап жататыны бар, төлейтін штрафтарын төлейміз, ода тұрған ештеме жоқ. Бірақ не дегенмен жаңағы айтып отырмын ғой, жаңағы кептеліс и жаңағы камераның көптігі. Қазіргі таңда 4 баланың әкесіз, әкелік міндетіңізді жақсы атқарып жатырсыз ба? Көңіл бөле алдыңыз ба бала тәрбиесіне? Көңіл бөле алдым деп толықта айта алмаймын. Неге десеңіз, біз спортта жүргендіктен біздің бүкіл жаңағы грузды сол жаңағы қасымыздағы жұбайымыз, жолдасымыз көтереді. Біз әрқашанда сбордамыз, жарыстамыз. Сол себептен толықтай атқарып жатырмын деп айта алмаймын.
жолдасыма үлкен рахмет. жұбайыңызға эфирлерден үнемі алғыс айтып жүресіз ғой. Соңғы кезі ғана айтып жүрмін, оған дейін айтпағанмын. Сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жеңісті күнде жолығайық. Құрметті көрермен, бағдарлама демеушісі Олимпэд осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі кездескенше.